Зере, барлығына көмектесу мүмкін емес. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, дәл қазір сағат тілі таңғы 9-дан 12 минут өткенін көрсетіп тұр. Қайырлы таң қазақ елі бағдарламасының 3-ші сағаты басталды. Мен енді көп салалы колледжде штаттық психологпын. Мам, бұл уақытша ғой. Тәжірибе үшін ол жерде жұмыс жасау керекпін. Мен саған айтып едім ғой. Алло. Қарындас, төлем ақысы деген наличкеге ауысып кетті ғой. Кешіріңіз, аударып берсем бола ма? Болады, тез етіңізші. Телефоным отырып қалды. Зарядкаңыз бар ма? Жоқ, менде заряд, маған келесі заказға бару керек, тез етіңізші. Нені істейміз? Қалай не істейміз? Залогқа бірінші рет ұстап кетін. Бәрі дұрыс па? Иә, рахмет, бәрі дұрыс. Мына қыз келіп алып, енді ақшасын төлей алмай тұр. Мен төлей аламын, тек зарядкам отырып қалды. Енді төлешеш. Жарайды, өзім төлей салам. Мә. Мына қыз датчы жоқ қой мен. Қазір әкеліп беріп тұрасыз. Күн ысып бітті. Иә. Ақшаңыз ұрлап кеткен жоқ па? Мейлі ештеңе етпейді. Бірақ сіз енді маған қарсысыз. Сізге көп рахмет. Номеріңіз жазасыз ба? Телефон қосылғаннан кейін қайтарамын. Жарайды. Бірақ одан да маған кофе алып берсеңіз. Кешіріңіз, мені күйеуім күтіп тұр. Сау болыңыз. Балам, я понимаю, это тебе не Лондон, но ты мне не оставил другого выбора. Я надеюсь, тебя здесь чему-то научат. Спасибо за заботу, па. Не хитничай. Я не хитничаю. Я серьезно рад, что ты перевел меня в самый стрёмный колледж в мире. Если тебя отсюда вытурят, я тебя найду еще похуже место. Сен не істедің, а? Көзіңе қарамайсың ба? Көлік сатып алған ба? Ужас. Осының бәріне сен кінәлісің. Неге маған кедергі жасайсың сен, а? Бұдан бұлай маған кедергі жасаушы болма, түсінің ба? Туыны енді қайтып жылап отырсың сен, а? Болды, баршы. Шыққан соң маған жаз. Мен өзім алып кетем сен. Саған ештеңе де айтпаймын. Түсінбедім. Сен сонда осының бәрін қайтан басталған қалып отырсың ба? А? Сен осыны қалап отырсың ба? Раз, два, три. Дайынсың ба? Иә. Айтпақшы, осы жылы переваштар азақ па, иә? Не істейсің оған жұмат? Аз болған жан. Переваштар ладно. Жаңа директор қалай саған? Білмеймін. Вроде нормально. Көреміз. Қайырлы күн, құрметті студенттер, ұстаздар. Бүгінгі 1 қыркүйек мейрамы барлығымызға құтты болсын. Сөз біздің колледжіміздің директоры Гүлнар Марат қызына беріледі. Қошеметтеріңіз. Баршаңызға қайырлы күн. Мен өзімді сіздермен ресми түрде таныстырып өтейін.
Менің есімім Гүлнар Маратқызы, осы колледждің жаңа директоры болам. Бүгінгі білім күнімен және жаңа оқу жылының басталуымен шын жүректен сіздерді құттықтаймын. Бүгін біздің басты қонақтарымыз білім басқармасының өкілдері. Сонымен қатар құжаттарымызбен таныстырып өтейін. С қателеспесем, консультацияда бірге болдық қой деймін. С работы? Одногруппники. Менеджмент мамандығының кураторы Ләззат Ыдырысқызы. Мектепке дейінгі тәрбие мамандығының кураторы Айым Қалдыбайқызы. Бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығының кураторы Берік. Апай онда неге барлығын Хогвартстағыдай шақырып жатыр? Бастауыш білім беру мамандығының кураторы Готов вообще. Самал Ахметқызы. Этот соцработу еще не объявили? Нет еще, я сама жду. Біздің колледждің ең басты маңызды жаңалықтарының бірі әлеуметтік жұмыс атты жаңа мамандықтың ашылуы. Бұл мамандықтың ашылуы білім басқармасы мен Азиз Байсалұлының тікелей қолдауымен жүзеге асты. Бұл топтың болашағы өте зор. Ертеңгі түлектер білікті маман ғана емес, сонымен қатар адамгершілігі өте жоғарғы тұлға ретінде қалыптасып шығады деген ойдамын. Енді осы тобымыздың жетекшісі тобымыздың, кешіріңіздер, әлеуметтік тобымыздың жетекшісі Зере Рүстемқызы. Зере Рүстемқызы, мұнда келіңіз. Ал енді құрметті студенттер, өздеріңіздің жетекшілеріңізге жақсылап тұрып назар аударыңыздар. Биылғы оқу жылына сіздерге сәттілік тілеймін. Ал жетекшілер, сіздер өз топтарыңызды алып, танысу сағатына бара берсеңіздер болады. Сәлеметсіз бе, біз әлеуметтік жұмыс тобымыз, есім Аида. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіңдер ме? Мен негізі штаттық психологпын, сендердің кураторларың емеспін. Қалай сонда? Негізі бір түсінбеушілік болды. Жарайды, қазір бір аудитория тауып алайық, сосын түсіндіремін. Жақсы. Кешіріңіз, кешіп қалып кіруге бола ма? Кіріңдер. Не қарайсыз? Балалар, бұл бір үлкен түсініспеушілік. Мен сендердің кураторларың емеспін. Мені жай ғана сынып сағатын өткізуге жіберді. Оқу орнының деңгейі бірден көрініп тұр. Не қарайсыңдар? Өзің сәл деп ұстайсың ба? Сіз бірінші өзіңізді реттеп алыңызшы, сосын айтып. Слышь, попроще общайся. Олай істемесем не істейсің? Тыныш болды. Жақсы, онда мен барып жеке қағаздарыңды алып келейін. Шуламаңдар, жақсы ма?
Гүлнар Маратқызы. Мен бос емеспін. Кейінірек келіңіз. Бота! Бұл хатшылардан не пайда? Кураторлар кіріп шығып, рұқсатсыз жүре беретін болсын. Кешіріңіз, Гүлнар Маратқызы. Сізбен дәл осы кураторлық жайында сөйлесуім керек. Сосын студенттердің жеке істері керек. Бота, Зереге көмектес. Бота, ой, Зере мына түріңе үстіңді ретке келтірсеңші. Кураторлық жайында кейін сөйлесең, жарай ма? Мен бәрін жеттім. Вы наш новый штатный психолог, верно? Да. Значит, мы с вами поболтаем. В общем, тут такое дело. Как сказать? В общем, только между нами. Меня бросил мой молодой человек. Очень неожиданно, прямо сегодня. Поэтому я еле держу себя в руках. Ну, дышите по квадрату. Это как? Так, вдох, выдох, не дышим. Вдох, выдох, не дышим. Вдох, выдох, не дышим. Вдох, выдох, не дышим. Окей. А как мне парня вернуть? Ну, а вы поговорили? Может, нужно время дать? Мне нужно что-то прямо сейчас. Ну, тогда... Ну, я, конечно, это не рекомендую, но можно попробовать метод реверсивной психологии. Что нужно сделать? Нужно дать ему уйти. А лучше сами его прогоните. И тогда он поймет, что совершил ошибку и тут же к вам вернется. Ну, конечно, я гарантию дать не могу, все случаи уникальны, но, возможно, может помочь. Я это не пробовала. Спасибо. А теперь можно мне дела студентов? А? Дела студентов. А, точно. Я помогу. Но что у тебя со штанами, я забыла спросить. Долгая история. У меня есть сменная одежда. Если что, могу дать. Как коллеги, конечно. Буду признательна. Мы с тобой подружимся. Достар, өзіміз болып танысайық. Сен баста. Есімім Мөлшер. Жасым 20-да. Әскерден келдім жақында. О, мықты. Сол. Абайласаңшы. О, апгрейд жасадыңыз ба? Мейер, дұрыс па? Сен неге өз группаластарыңды сыйламайсың? Маған бәрібір. А Зере Рустемовна, можно вас? Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то хотели? Я отец Мира. Вы, наверное, уже с ним познакомились? Ну, успела. Он достаточно проблемный парень. Нет, скажем так, он доставил мне кучу хлопот. Поэтому я с Англии перевел его сюда, чтобы он пожил реальной жизнью. И хотелось бы, чтобы вы как куратор приглядели за ним. Во-первых, я не его куратор. Во-вторых, я не приняла бы этот конверт, даже если бы была куратор. Нет, вы, наверное, не поняли. Он не просто проблемный, он лудоман. Я лично ловил его, когда он вещи вытаскивал из дома. Поэтому я привез его из Англии. Гульнар Маратовна говорила, что вы психолог. Нет, я не настаиваю, но очень хотел бы, чтобы вы ему помогли. Слышь, пойдем выйдем.
Сен мен кездесуге шақырып жатсың ба? Тұршы орныңа. Ренжімеші, түрің ұнамай тұр. Пойдем пообщаемся. Чадан. Айтсайшы, не болды? жігіттер. Ей! Кетші аяғы. Қолым. Бұл мен емес. Тұра аласың ба өзі? Жүріп тұр, медпунктке барамыз. Қолым. Сынып сағат аяқталды, өздерің чат ашып, расписание сол жаққа жіберіңдер. Жүр. Жақсы ма бәрі? Өмір сүреді? Әзілдейін. Жақсы бәрі. Сіз өз осында бірден алып келгеніңіз жақсы болған екен, е? Қазіргі қыздар балалар қарамайды ғой негізі. Мінездері дөрекі, үлкендерді сыйламайды, салт дәстүрді білмейді. Сіз кім туралы айтып отырсыз? Ай, осында біреу бар. Менің келінім болғысы келіп жүр. Өзі әуелі сәлемде дұрыс сала алмайды. Қызық екен. Ал сіз өзіңіз дәстүр ұстанасыз ба? Дәстүрдің бұл жерде қатысы қанша. Адам қарапайым нәрсені білу керек. Ал менің ұлыма бәрібір. Ал сіз тұрмысқа шыққанда сізді қалай қабылдады? Ой, оны есіме түсіргім келмейді. Енем қатал болды ғой маған. Оның алдында құртай жүр оқылайтын. Ал күйеуім болса маған ешқандай көмек көрсеткен жоқ. Ал енді сіз өз келініңізге енеңіз сияқты қатал боламын деп ойламайсыз ба? Демек, бұл жабылмаған гештальт. Гештальт? Ойбай. Минуту, я сейчас отвечу. Вот это стиль. Это не специально, у меня просто инцидент произошел один. Нет. Вам идет. Меня, кстати, Айбек зовут. Зире. Поужинаем? Айбеки, не приставай к ней, у нее есть муж. Че я не Айбек? пристаю? Давайте, помогайте. А ваш муж тоже здесь работает? Блин, извините. Ребята, идемте к нам. Пойдем? Нет, спасибо, мне нужно идти в класс. Я Гульнар Маратовну искала. Ну ладно. Ты еще здесь? Да, можно я еще посижу? Да, конечно. Зире, вы же психолог, да? Я бы просто хотела поговорить с вами. Да, конечно. Я сбегаю на 10 минут и вернусь, хорошо? Потом поговорим. Зере, кел, отыра ғой. Гүлнар Маратқызы, түк түсінсем бұйырмасын. Кураторлық жайлы қалжыңдадыңыз ба? Бұл бір нәрсені жасырып қалу үшін айтылған нәрсе ғой. Неге? Сен өзің келістің ғой. Болды, бәрі шешілді. Бұл жұмыс сенің қолыңда. Зере, біріншіден, Алтынай Әбікен қызын мен жұмыстан шығарғаным жоқ. Ол аяқ асты жұмыстан кетіп қалды. Дұрыс па? Бұл жерде менің ешқандай кінәм жоқ. Екіншіден, комиссияға 1 қыркүйек күні менің кураторым жоқ деп әңгіме айтуым керек пе? Қалай ойлайсың? Ал үшіншіден, мен бұл қызметке жаңа ғана тағайындалған адаммын. Тәуекелге басты келмеймін. Бұл әңгіме екеуміздің арамызда қалсын, жарай ма?
Жоқ, қалай? Мен толық уақытты психолог ретінде жұмыс жасауға келдім. Куратордың қалай жасалуын да білмеймін. Куратор болу керектігін де білмеймін. Зере. Кел, отыршы. Сен оның несінен қорқасың? Мен саған бәрін өзім көрсетіп үйретемін. Оның үстіне сен бұл жерде жүріп, тәжірибе жинайсың. Оның үстіне сенің жылап жатқан балаң жоқ. Тұрмыста емессің, күйеуің жоқ. Қолың бос адамсың. Бұл қызметтен саған бас тартуға ешқандай да себеп жоқ. Бұл қызмет саған үлкен пайда келеді. Қандай пайда? Мен сенің тәжірибеңді ескере отырып, еш сынақсыз айлығыңды 2 есеге көбейтіп беремін. Қалай қарайсың? Ұнай ма? Міне, меніңше мұндай ұсыныстан бас тарту барып тұрған күнә. Гүлнар Маратқызы, сіз мені ыңғайсыз жағдайға қалдырдыңыз. Шынымен абдырап қалдым. Бірақ сіз маған көмектесесіз ғой? Көмектесемін. Мен осындамын, сенің қасыңдамын. Бәрін үйретемін. Несіне қорқасың? Сенен әлі мына қатқан куратор шығады. Көресің ғой? Уайымдама. Ал, менің жұмыстарым бар. Жүр. Кетейік. Біз әлі бұл тақырыпта сөйлесетін боламыз. Қанша дегеннің бәрі алды ғой. Өзіңе керек жанды табасың. Соған сенемін. Ал былай саған рахмет. Екеуміздің арамыздағы достығымыздың қалғанына мен қуаныштымын. Иә, әрине. Саған да рахмет. Бірақ енді араласпасақ та болады. Неге? Былай екеуміздің араласқанымызға мен қарсы емеспін. Негізі. Мен ойланып көрем. Жарайды. Сонда жүреміз ба? Қараңғыда жалғыз жүзіп келем кемемен. Өмір ойында ағайын қызығы толы орманда ол сезім. Күнде ой келеді бұның бәрі күн үшін деген. Енемен құдып қалсын, бірақ терең ойға баттым мен. Арманың жолы қиын, бірақ тақып қана қойды ұлы ойдан айдыңдағы Ей досым, сен мұңайма, алдан күтеді күндерің жарқын. Қаш кетте ойлардан улатып кереге тартқан еңсеңді көтере. Аида, ты смотрела группу? Я сол группаны қарап жатырмын, ішінде кім бар екен деп. Сенде бәрі жақсы ма? Я бәрі жақсы. Я отойду в магазин, хорошо, скоро буду.
Енді аштып жердің ғой, осы жерден қоя салайықшы болды. Қалай қояйықшы? Қаз не істейсің сен кеткен сон? Дымда істей алмайсың ғой сен. Аузыңды жапшы, Нұрбол. Тыңдағым кеп тұрған жоқ сен. Жапшы аузың несі, ей?